Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін 7-ші сынып, азидар сыныпты түсірді. Әр оқушы жеке-жеке отырды. Қолдарында не бар балалар? Ескиді, иә. Суреттегі әлемде, суретте бір әлем бар бізде, иә. Міне мына менде артылған өзімнің қолдан жасаған, жасанды интеллект арқылы жасалған карталарым. Бұның жасалу жолы менде каналымда бар. Енді бұл сабақты неге түсіндіріп жатырмын, өзімде бірінші осыны тәжірибеге енгізіп тұрмын. Азидар мына жерде түсірсе, бұл саралап оқыту деп саралауға жатады әріптестер. Неше карточкадан берілді сіздерге? 3 карточкадан берілді, 3 суреттегі әлем. Мынандай тапсырма. Бірінші тапсырма, бірінші картаға, кез келген картасы 4 сөзден тұратын бір сөйлем, 5 сөзден тұратын бір сөйлем, 6 сөзден тұратын бір сөйлем жазады. Ол әрқайсы бір-бір балмен бағаланғанда 3 балл. Қате болатын болса 0,5, яғни үшеуінде де қате болса 1,5. Бірақ бала бүгінгі сабақта 10 балл жинап кету керек. Екінші тапсырма, сол карта қолдарында бір сұрағында ойластырады, екі проблемалық сұрақ, үшінші проблемалық сұрақ. Әрқайсы бір-бір балл. Проблемалық сұрақ болғанда олар қалай ойлайсыңдар деп басталу керек, немесе неліктен не үшін. Ол да 3 балл, тағы да қатесіне байланысты 0,5. Үшінші тапсырма, әрбір картаға бір-бір мақал ойластырады, ол бір-бір балмен бағаланады, жалпы 3 ұпай. Соңында осы 3 тапсырмаға 9 ұпай беріліп тұр. Ал 1 балл ол көркем жазу, әдемі жазуға беріледі. Енді қараңыздар, қалай болады балалар, тыңдаңыздар. Мына тапсырманы орындап болғаннан кейін, қол көтересіздер, мен жандарыңызға барып тексере бастаймын. Енді бәрін бір уақытта аяқтап қалулары мүмкін ғой. Тосып тұрмайсыздар, сіздерге алдын ала беріп тұр ғой тапсырма. Екінші тапсырма деп орындай бересіздер. Жақсы ма? Мынаны орындап болдым деген бетте үшінші тапсырмаға көшесіздер. Мына бірінші тапсырмадан кейін мынаған көшіп кетуге болмайды. Мынаны орындаймыз. Түсінікті ғой, мынаны толық орындағаннан кейін барып қана түзетулермен болса да мынаған көшеміз. Түсінікті ме? Сол, рахмет.